Кешақшы болсын, ямағат бүгін дүйсенбі эм адеттегінше яңы юмады ноғай тілінде берулер ашарлы. Мен сіздің барыңызды ісі саламлаймын. Кешақшы болсын, республика. Озған ел біздің халқымызға біргесек мәнелі іслермен белгілі болды. Олардың ішінде Аштарханда озатаған адеттегі биылғы елда 30-шы Абдулхамид Шаршембиевич Джанибеков атлы оқулар болдылар. Оның мәнелігі, қайтып озғаны, ұйғынлау уақында білік мұратта біз бүгін қонаққа әлім Аминат Курмансиеваны шақырғанбыз. Кешақшы болсын, Аминат. Биылғы 30-шы мерекелі неде сізде болдыңыз оқуларда. Сонымен байланысты сұрағым келеді ағаны. Сөйтіп яшау түзілді, сіз бірінші оқуларда да болғаныңыз қайтып басланған еді? Неден басланған еді? Кімлер еді со ұйғынлаған со бірінші Жанибеков атлы оқуларда? Басқарту елларда ямағатшылық қозғалулар құрылып басылады. Сонымен ноғайларда өзлерін ямағат бөлігін еткен заманда бірлік деп айтылатын еді. Астраханда яшаған ноғайларда өзлеріне ямағатшылық бірігу түзіп, сол ямағатшылықты басшылады тарихшы Равиль Джуманов. Равиль Джуманов ұйғынлауымен сол Жанибековқа бағысланған оқуларды етіліп басыландылар. Біріншілей ол мерекеде лизатты етіктен алдын кім көп күш салып, Равиль Джуманов горосполкомға, горкомға барып, Астраханда көп жүріп, қарсы алып, ол оға естеліклі тақта салдырды. Тақтаға салма ызын алып, тақтады іліп, бірінші мерекелі со икон ұйғынлау Жанибек оқулары басланғанда, бастеп со оның яшаған Жанибековтың юртында басқа келеттен адамлар яшайтан еді. Со адамнан ызын алып, со тақтада сонда салып, сол тақтадың ашуыман, яңы ашылғаныман, сол Жанибек оқулары басланды. Бұл байрамға көп адамлар жиылған еді. Яңяқтан ноғайлар, Астархан бірінші адамлары, белгілі ямағатшылық қатынасулар басқа міндетлерден де бар еді. Қобан ноғайдан да ару, көлем, белгілі сыйлы адамлар бар еді. О заманда Суын Капаев, Зат Көтресте бар еді. Сондай заман еді ол. Сондай көп сыйлы адамлар да бар еді. Сонымен басланды. Икон митинг болды. София Хамидовна қызы барған еді. Со икон адамлар, мен о заманда ясым, онда кірмейтәнім. Икон сақаман адамларға үйіне кірмеге үйдің есі ызын беріп, налар оның үйін ішіне кірділер. Сонда Аштархан молласы, Ноғай молла келіп, Абдулхамидке дуа оқыды. Ол 91-ші елден коммунистлердің заманында кенеді со адеттін, шынты Ноғай адетті еттілер ор. Өрген адамға бізде өргенді дуаман сыйлайды. Соны сыйлап дуа оқылды. Ардайым қай заман барсақта Жанибек оқуларына, сол Жанибековтың яшаған үйін қасына келіп, митинг етіп, тақтадың қасына шешекейлер салып, зат салып, ең соңында анда келген икон басшыларын ері шашылады, құрын оғайлар қалатан еді. Сол оғайлардың да саулайы бір кішкейгісі яқты. Бір екі сақаман адамы ішіне кіріп, София Хамидовнамен бірге дуа ететан еді. Ардайым Аштарханнан молла келіп, дуа оқитан еді. Әдетлер айтқанда, Аминат, әдетлер ақында айтқанда, міне Жанибеков атлы оқуларды өзінің әдетлері бар, өзінің йорғы бар. Міне қалай озады со Жанибековтың оқулары, не затылар, міне түрленмейділер, әдетке келген затылар зат. Конференция болады. Жанибековқа бағысланған. Жанибековтың ақында, онымен істеген адамдар ақында, оның еткен құлығының ызы ақында, Аштархан ноғайлардың ақында, орын тарихы, адабияты, әдет йорығы болсын. Сол бар затта Аштархан тарихты, Аштархан маданиятты, өнерді көтеру себеппен. Конференция құтылса, әдетінше олар өзілерінің күшлерімен концерт саладылар. Со Аштархан ноғайлардың күшлерімен.
Айтпа керек, егер бірінші кере олар үйтіп ноғай тілді ерлар, нелер ерламайтан болсалар, ерласалар да бей көнер, нелер ерлайтан еді. Амына 30 жылдың ішінде олардың балалары да, машалла, бір ару ноғайша ерлайдылар. Оларда өнерге бек исперледі. Не десең, ноғай ауыллар Аштархан төгірігінде. Сонсын училищеде оқыған, консерваторияда оқыған, музыкально-педагогический факультетта өскен адамлар орда айлақ көп. Сонан себеп мен қарайманда, елдан елға олар ноғай өнерді жоғар көтереділер. Әлі бар консерваторияда құтылып, ару етіп, ана ноғай тарих ерларында әдеден, өзігеттен, әден, шора батырден шығып бір кесекті ерлайтанлар да бар. Балалары, ансың саз алатларында олар бек ұста ойнайдылар. О бір несі. Сол 30 жылдың ішінде үрленгені. 30 жылдың ішінде олардың өзлерінің әлімлері де бар. Эльдар Идисов, ол политологиядан, басқалар тарихтан, заттан, ертен бүгін яқлар бар диссертацияларын, ноғайлардың ақында. Оларда әлбетте бар әлімлер, но басқа нелерден, білімлерден, экономикадан, юриспруденциядан болсын, медицинадан, математикадан неден бар, әлбетте. Оға біз шекленмейміз. Тек ноғай мәселеде алып, соны нетіп, тергеп, ноғайлардың ақында кандидат диссертациясын яқыланларды 30 жылдың ішінде бар. Табыладылар әше. Мұнда үлкен разылығымызды білдірмей керекпіз. Виктор Михайловичке, оның оқытқан тарих факультетінде адамлары сөйлі көп жерде қатынасадылар, белгілі болғанлар. Кенеде Викторын тілейді, елбетте тарихшылар бізде филологиядан болса, несенден болса да аз, керек. Бізге де керек, онда да керек, істеген адам керек. Дипломы, кандидат болған, доктор болған адамлар бар бізде, көтерегерде де. Тек іслейтанлар, yazып білетанлар аз. Диплом саға yazып бермейді, оға да бас керек. О бір. Екінші мені Равиль Жумановты шақырған. Рамиль Жуманов дүниядан тайды, оның орнына әзірлеп кеткен еді адам. Эльдар Идрисов озғарып басылады бұл оқуларды. Ода яңылықлар кірісті қайдей. Ол Жәнібек конференцияда озғаннан соң оның кітабын шығарып басылады. Bizim etken докладларымыз кітапларда қадылар баспаланып, ода икон олар 30-шы негеде мерекеде бағыслап, кітап шығарақ боладылар. Онан басқа Эльдар Идрисовта проект, ода бір кітап Аштархан ноғайлардың ақында yazылған затларды, ода шығарақ болады белгілі адамлардың, затлардың, ауылардың ақында. Ода сөйлі нетеді әзірлейді, міне шықпаға керек. Сонда икон көп сілер онда етіліп барады. Аминат, мен сұрам келет ағаны бұйылғы Жәнібеков атылы оқулар, қади водыларды, кімлер келген еді, не затлар ақында айтылынды, қади яңылықлар сіз өзіңізге алдыңызды, затпан таныстыңызды бірінші келе. Зат қызықлы воды сізге. Бұл конференция икон болып озды, яңяқтан келген адамлар да бар еді, Қырымнан кейін де бар еді, Уфадан кейін еді, міне Салихов ағат деп тарихшы. Мен оны 20 ел артта көргенім бір Востоковический конференцияда, 20 елдан соңында да көрдім. Бізбеттен сөзшін сөйлі мына халдің ақына көре, есілі көбізінші интернет арқалы конференциялар озады. Соң үшін интернетпен байланыслы Zoom деп айтылады, о платформа. Сол Zoom платформада бізге белгілі, біз танимыз, бізбеттен адамы Биттирова Тамара сөйледі.
бізге белгілі Буканова бізге міне екі конференциямызда келген, ода қарсады. Тағы сондай белгілі адамдар да қатынастылар бұл конференцияда. Со интернетпен, онлайн дейді о сөйлі. Онлайнмен қатынасқанлар да болды. Міне біз беттенде міне Махашқаладан профессор Каденязов келген еді, Даниал Сейдахметович. Ол бек сейірлі қызықлы доклад етті. Салиховтың доклады әлемет еді. Мен бірге барған еді Аминат Капланова, о фольклорист. О да бек ару, адамдардың аузын аштырып тыңлатқандай ару, қызықлы доклад етті. Өздері де ару әзірленгендер. Олардың да нелері, білімлері, затлары ару жоғар. Не десең, Аштарханда ілімі школа ару. Бұрынғы университет орда, бұрынғы әлімлер, традиция, әдет йорқлары ілімінің өзін бар. Әлбетте, онда Викторин да келген еді. О да бек шолпат түсіп конференцияға қатынасты. Сөйлегендердің докладларында нетпеге, шешпеге, нетпеге, орын ақында да айтпаға, мәселелердің ақында да ашып айтпаға қатынасып сөйтіп тұрды. Сондай сүйіндіреді ендігі міне Аштарханның өзінің адамлары қатынасатанына. Міне ноғайлар Аштарханда, соң ерде ауылларда, нелерде яшайтан ноғайлар тарихпан қызықсынып, бір мәселе алып, оны тергеп, міне кандидат диссертациясында яқылақ ясыларымыз да бар, неміз де бар. Көттірісте сот сүйіндіреді олардың өзлерінің ішінен адам шығып, өзлерінің тарихын, тілін, затын. Міне ярадым аға тілмен кәрлейтен ясылар да бар. Именно Аштархан ноғайлардың тілімен. Бүгінгі күнде 30 жылдың бойында құлық етілген найкон құлық. Равил ағай язық ятқан еренетлі болсын, Жуманов басылаған іс арқа-арқадан ақыртын беріп, үйретіп, Элдар Идрисовты біз білеміз, Равилді білеміз. Олар сол ясылардың тамамы болып, бүгінгі күнде Аштархан ноғайлардың яс яуқасы көтерілі тағаны, олар тілмен қызықсына тағаны шahit болады. Соту маминат? Аша әлбетті, міне Равил Жуманов көп жылдар етті. Ашем оға кімді бауырына нетіп, Элдарды Равил Жумановтан соң міне Элдар Идрисов етті. Көп жыллардың бойында. Міне сөйлі яңы міне әдігет ямағатшылықтың яслары берген құлығын. Әлбетте бір адамға ұтақым ел, ona da ikon cevaplı қылықты үргіспеге ауыр. Элдарда өзі бір филиалда іслейді, оқытушын, әйелі де бар. Міне сөйлей ясылар қылығы өтеділер. Мені зат қуандырды. Сол ясылардың әрбір әйелде үшір балалары да бар. Анадан сұраймын 3 бала, анадан сұраймын 3 бала бар дейді. Сол ясылар сол ауылларда яшайды. Сол ауыллардан келіп, міне конференцияда бізді алдымызға шығып, алдын онда жолыды. Сөйле алдымызға шығып, бізді кетіп орнастырып, конференция бір яқта, ана біреу, аназат аньяқта, кенеде әдетті слайдылар. Сөйле Алла ашқыр Жумановтың yazık көрмеді. Элдар Идрисов зат бізбеттен Абдулхамид Жанибековтың немерелері уже Марат Жанибеков неткенімен икон естелік салынған. О естеліктінде архитекторы Ноғай Абдрахман, көтесті таныйды Абдрахман дашы. Махмудов Абдрахман таныйды. Бір ару именно со біздің күнтуғар халқлардың маданият негізінде құралған естелік бек ярасықлы сөйтіп салынған. Әлбетте со естеліктің қасына да біз бардық.
Сода әлбетте жүрегімізде қалды. Енді ол со үйге тұсылас салынған, он Жанибековтың yurtuna тұсылас салынған, но памятниктің артынан Еділсу ағады. И Еділсудың бойы ұзын, соны адамларға тыншаймаға деп, сон ерлерін, сонда икон адамлар яяу Еділсудың янында жүріп, анарға да төгірігіне шешекелер, нелер егіліп. Соның ішінде ана кімге салынған Абдулхамид Жанибековқа салынған памятникте естелік болып тұряқ. Өзінің үйіне қарап тұрады. Соны да арузат етілген, бара тұра әшеунерлерде де түрленісілер болақ, ярақсықландырақ. Памятниктің төгірігіне шешеке егілік, тереклер егіліктенге. Вот міне бойлағызат, міне ақыртын себеп шығып болады. Соң үшін мен өзімген айттым, әше бір тақтадан басланған еді, естелік тақтадан. Міне сөйлі бір күн памятник тұры. Жанибековтың естелігіне деп етілген конференция, Жанибеков оқулар о конференция негізінде сотырады бас деп. Бір ару онда материаллары шығып, оларда кітапта шықса, ол сақланады. Ажиылып, біз конференция озғарып, шығып докладлар озамыз, оқимыз, ол кетеді елге. Бір адам естеді, басқалар естпейді, ода икон әдетке айланды. Соң үшін елдан жылға Жанибек оқулары көтерінкі озады, көтерізатта ары өнезат, міне Аштархан ноғайларды өзлерін тарихын, мәдениетін, өнерін білмеге бек ұмтыладылар, шалысадылар, көп затты етеділер. Балалар да шығып ерлайды, иконлер де шығып ерлайды, саз алатыларда ару ойнайдылар, домбыра да шертеділер, көтерізатлар да баралыға шүкір. Абдулхамид Шаршенбиевич Жанибеков, ол біздің халқымыздың атақлы айтулы адемі, ярықландырушы. Ноғайлар қайсы ерде яшаса да, оның атын барыстары біледілер. Біздің міллетімізге, халқымызға еткен үлісі әлбетте икон. Сосындай сыйлы, мерекелі оқуларға сіздің барғаныңыз, сонан бізге хабар әкеніңіз барысынан да артық. Сау болыңыз, аминат, қызықлы хабарласу үшін алдыдан терасармыз.